құрметті ағайындар, менің аты-жөнім Шәнібек Мақатанұлы. Өзім Қытай Халық Республикасы Манас ауданы Бастау қыстағында дүниеге келгем. Сол жақта балалық шағымды өткіздім. Кейін осы өнерді қуып, осы қазақ еліне келіп, осы өнерімді, осы шеберлігімді, және де басқа мамандығымды жалғастырып жатқан жайым бар. Жалпы қазіргі таңда 13-14 аспапта ойнайды екенмін. Қазақтың ең алдымен домбырасын айтып өтсем, сыбызғы, састырнай, шертер, тағы да басқа ұлттық аспаптар бар. Шаңқобыз деген сияқты. Кетелген аспаптардың гитара, фортепиано, сосын аздап енді саксофон ойнайтынымыз бар. Енді жалпы өнерге қалай қызықтым дейтін болсақ, бала кезімнен осындай енді радио тыңдадық, телевизор көрдік, сондағы халық әртістерін көрдік, өнерпаз жігіттерді, қыздарды көріп, осындай. Және де өзімнің отбасында өнерге алыс емес. Әке шешемде де біраз домбыра шертетіні бар, әжемнің ақындығы бар, және де басқа аспаптарда ойналады әжем. Жалпы нағашыларымда да осындай өнерге, осындай қазақтың ұлттық мұраларына жақындықтары бар. Аспапты қалай істеп үйренген болсақ, осы кезінде осы Талдықорған қаласында Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжде оқып жүрген кезде, екінші курс кезінде бір конкурс өтті. Азамат Бақия деген ағам бар. Қазіргі кезде жақсы араласамыз. Өзі мықты шебер, Қазақстанда аты әйгілі. Сол кісімен араласып, сол кісінің қасында болып, осы аспаптарға деген қызығушылығымды көрсетіп, сол кісінің қасында осы сыбызғы, ортеке, састырнай, домбыра сияқты аспаптарды жасауды сол кісінің қасында меңгердім.